Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Әли және де Ерзат. Бүгін біздер өте вирусқа толы және де сол Әли бөлемнің басынан өткен өте ужас ойындарды айтып береміз. Ол ойындарды ескерту, ол ойындарды өте тартпауларыңызды сұраймын. Және де алдыңғы дисклеймерді де оқып кетіңіздер. Оқымаған болсаңыздар қайтадан оқыңыздар, ол сіздерге маңызды. Ол вирустарды тартпаңыздар. Басы былай басталды. Ресейлік вирус тобы осындай сайтты шығарады және ол сайтқа адамдар тартады деп ойлайды. Және де менің інім одан GTA San Andreas ойнап осындай фотолар галереясына толып кетеді. Басында осындай фотолар келе бастайды, содан кейін жаңағындай қорқынышты фотолар бола бастайды. Және де оны жаңағы Россия вирус тобы жасаған болатын. Біз оны вирус телефонда азғырмай тұрғанда өшіріп тастадық. Және де бұл телефонға өте зиянын тигізеді. Жаңағындай фотоларды жібереді. Вирусқа толы ресейлік группа оның жабылып қалғанын қалаймыз. Бұл ұшатын горилла. Мағынасы жоқ, балалардың психологиясын құртатын ойын. Бұл ойында вирус бар және де бұл ойында триллион бар. Бұл 3+ ойын болса да, оны 1 миллион адам жазып алған, оның көбісі бот. Және де оценкаларын қарасақ, боттар мақтап тастаған. Өйткені адамдар қызықсын деп. Ойынға кірсеңіз, кәдімгі ойын болып тұрады, бірақ мағынасы жоқ, ұшып тұрған ақымақ горилла тұрады. Және де ол өте қорқынышты, балалардың психологиясын бұзады. Және де ол ойын вирусқа толы. Оны тартпауларыңыз керек.